Бейсенбайлы ертең қазір қоян қарғанда қақпанға түсіп қалыпсыр. Шешіліп кетпейді жасына. Ya қазір ма? Саған қандай мәлімет керек кітапханада? Орыс тілден керек, ана Шыңғыс Айтматовтың Тұлақасы. Жоқ, ондай кітап. Гребешниковтікі бар. Сен соны сұрану қайнар. Неме қанысты Батырбек?
Әрбір жерге қойын. Біреуін болмасында біреуін сөзсіңдер ғой. Өшігі біреуін қойын. Қойын салынар. Өшігі біреуі салынар. Енді салынбаса білмеймін.
Kım? Asma? Жоқ, келген жоқ. Келсе айтыңыздаршы үйге келсін деп. Мен іздеп жатыр деңіздер. Бәс саған қасқыр әрекет. Езір үйге барайын. Кеш бақ деген. Sen noyandı alып шықпағанды қараша. Noyanды алып шықсам былай сандалып жүрмес едім. Алып шықсам ол байлап кетті. Кім есті? Асып кеттің ба? Алло, Қуандық бар ма екен, Алло, Қуандық? Сен Асуанды көрген жоқсың ба? Сенімен бірге жүрген жоқ бол? Сен мектептен келдің ба? Асуан жоқ, е? Жоқ, уже кеш қарайып кетті, білмеймін қайда екен. Әлі де жоқ міне. Соны тосып отырмын, өзім алаңдап отырмын. Ешқайда кетпеуші еді айтпай. Жарайды, жақсы онда. Мәсән, қасқыр екіп кетті ғой. Өзім қонайын кетті ғам. Бүгін тауда қонатын жарым. Ауыл бұл жақта еді. Енді отын дайындап, тезірек от жағайын атам айтатын. Тауда қонсан от жақ, содан кейін жан-жануарлардан да қорғанасың. Тезірек отын жағайын. Ауылда жақын маңайда шабуыл. Алдымда қағаз берік. Сөңке ана қайның қабығымен жағайын. Сол дұрыс болар.
Ай. Үйдегілер мені іздеп жатқан шара. Іздеп жатыр, уайымда. Анашым қатты ойындап жатқан шығар. Birge. Ketler. Şağı öldüreyim, cağı öldüreyim Birge. Ket. Ket. Ket kane. Ket. Ket. Can. Болса мен бұлай мұңайып отырмас едім. Баяғыда ауылда болар ма едім. Жылы үйді, ыстық тамақ. Ай, қарным ашты. Ай, Ноян да, анам да, ауылдағы адамдар да бәрі де іздеп жатқан шара. Ертең таң атпай шу болады болды. Тезірек оралу.
О, не істеп жүрсің? Асуан іздеп жүрмін ғой. Мен де сол асабанды іздеп жүрмін. Қай жаққа барып қайттыңдар? Тоғайды айналып шықтық. Тағы да кісілер бар ма іздеп жатқан? Бар. Қайда кетті екен бұл, тоғында бала енді. Жарайды енді, ауылға бар екенді. Тағы да іздестіреміз қазір. Не слушайтесь, родители, айттым ғой сіздерге, ешқайда бармаңдар. Айдос, саған айттым, тоже барасың солай. Қойылға. Рас қой. Барасың ба да сен? Бармау керек. Мамаларға айту керек. Бір бала ешқайда бармау керек. Бірнеше бала бар, жиналып барын ритом ата-аналарға айттым. Ата-аналарсыз Неме жағдай болып жатыр өзі? Қалып қаптыған жерде. Ана бала жоқ oldu ғой енді. Қашан кеткен? Кеше дейді. Кіммен кетті? Кеше түнде кетті дейді ғой. Кеше күндіз кеткеннен әлі жоқ дейді ғой. Жаяу кетті ме, атпен кетті ме? Жаяу кетті деп хабарлады ғой. Кісі жиналып қапты ғой. Кісілер жиналып қапты ғой. Іздеп жатыр ғой деймін, Кешеден бала бізде бір оқушымыз аң аулау екен ғой. Содан жоқ. Кешеден іздеудеміз. Бүгін ауыл болып іздеп жатырмыз. Бүгін ауылдың кісілері шыққан, тұрғындары. Кеше шыққан. Трассаға дейін барып келген міне. тауға да бар. Атты кісілер де шығып жатыр енді, атты кісілер де кетті қайдан. Жолдастары бар ма, жолдастары? Жолдастары бар ма екен? Мына бірге жүретін жолдастар кім бар мына жерде? Айтыңдаршы қалай болды? Бер қарай келіңдер. Қалай болды жағдай? Ол тауға қояндар қақпан құрамыз деп кеткен. Содан бастап көрген жоқпыз оны. Күнде барушы ма еді қоян аулауға? Иә, күнде барады. Негізі өзі жақсы оқушы еді енді осылай тәртіпті негізі. Саламат талды. Екі-үш үлкен жігіт болғандарды ұйымдастырайық топпен қарап табайықпыз, іздестіреміз. МЧС-тен келіп жатыр кісілер. Şimdi балалар сөйлесейікші. Бүкіл енді ұйымдастырыңыздар, енді барып сөйлесіп қалай болатын. Ол қандай кеше аңға кетті ме? Қоянға шығып тұршы едім арасында? Иә, бұл аңға шығып тұратын. Бүгін кеше көресіңдер ме? Кеше жоқ, кеше көрген жоқпыз. Бір оқисыңдар, е? Бірге оқимыз.
Баққа ештеңе білмейсіңдер. Қай жаққа кеткенін көрген жоқсыңдар кеше. Жоқ, ешкім көрген жоқпыз. Кеше қайда болдыңдар? Кеше табағымызды жүргенбіз. Басын көрдіңдер ма? Өзі айтқан Аңға барам деп жүрген ол өзі. Бірақ одан кейін көрген Оған неге бірге бармадыңдар? жоқ. Ол негізі өзі жалғыз жүретін балағанда. Бөлінеге әрқайсысын 3-4 адамдан Өз атты кісілерге хабарладыңдар ма, айттыңдар ма? айтты. Кейбірлер уже шығып та кетті іздеуге. Мұна 9 үй жаққа жіберу керек. Мұна қорап, жартас жаққа бәріне жіберу керек аттыларды. Қазір келеді ғой енді. Енді ол бала алысқа кеткен жоқ қой, жаяу. Қазір келгесін көкесін өзімізде анау атты кісілермен сөйлесіп бұлай. Жақсылап қарап. Қар болса жуырда жауды ғой, ізді енді қарап отырамыз, жаяу адамның ізінен. Иә. Кетті гауа, кет. Асуанның еті ішін жерінде үзіп кетті. Соның етін артынан барамыз. Қашан? Жартасқа қарай кеткен, таңертең кеткен. Ода жігіттей ба со жаққа қарай барайық. Атты кісімен. Қанша ит табар енді ол Ит бала? табады. Ит табар енді. Иттің ізімен бару керек. Қай жаққа қарай кетті? Жартас жаққа қарай кетті. Былай қарай, алты жақтан Алты жақтан кетті. Сен анда қатын ертті де со жаққа қарай шыға берші. Қазір ерте оқым салып бүкіл. Бір-екі шеуін маған беріңдер, сен жүре берейік. Қазір саған да бөлінеді онда. Қазір атты жігіттер келсін, аман келді, сен... Сен барма деп тауып, не істейсің? Қазір анау еркектер кетіп тауып алып келеді қазір. Қайта отыршы, қайда барады мен тұрмын, мына тұрмын мен міне. Жан енді көптің аузы куәлі деген ғой, сен бармай, азаматтар жаңа көрді, тауып әкеледі. Енді Гүлжан болмай тұр енді, барам деп енді. Жігіттер де кетті атпен негізі жан жаққа енді. Қазір тауып әкеледі, ол бала аман болса келеді қазір. Гүлжан 5-6 детсе, аман болар енді ішеңет. Жақсылыққа жүрейік. Иә. Қайда барасың? Тоң қаласын деп барма ешқайда. Осы жерде тұрайық, тосайық. Ане.